Бұл «Саналы әке» подкасты, оның жүргізушісі мен Илдар Құдайбергенов. Өзім туралы айтып өтсем, осыдан 1,5 жыл бұрын мемлекеттік қызметті тастадым, үйлендім, сосын жанұяммен Астанаға көшіп кеттім. Жарыммен Айғаным деген қызды тәрбиелеп отырмыз. Астанаға келген соң подкаст жасаумен айналыса бастадым. Мен бастаған ең алғашқы подкасттардың бірі ол орыс тіліндегі «Осознанный отец» подкасты болған. Оның 2 маусымы шықты. Ол подкаст Қазақстанда ғана емес, Ресей, Қырғызстан, Европа елдерінде, ақш және Ұлыбританияда жақсы тыңдалды. Қызығы, бұл подкасты тек әкелер ғана емес, сонымен қатар қыз-келіншектер де тыңдап жүрді. Сол кісілер «Осознанный отец» подкастында айтылған нәрселер қазақ тілінде де айтылса екен деп тілек білдірген еді. Сонымен өзіңіз түсініп отырғандай, сол тілек орындалды. Әкелер туралы, әкелерге арналған қазақстандық алғашқы подкастқа қош келдіңіздер. Осы подкасттың шығуын қолдаған UNFPA Қазақстан және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияға алғысымды білдірем. Мен Нұрлан Бектаев, 27 жасымда үйлендім. Мен өзім қазір сол кезде кеш деп ойлайтын едім. Қазір енді інілермен, болмаса бір жігіттермен әңгіме барысында айтамын, аса кеш емес, бірақ уже 28-29 деген енді 30-ға жақындап қалды. 27, былайша айтқанда ең соңғы вагон деп күліп қоямыз да, сөйтіп үйленудің ең соңғы вагон деп. Может быть, өзім тарапынан қарап, өзімді жұбатып жатқан сияқты болатын шығармын, бірақ шынына келгенде дәл қазір өзімнің інілерім, әріптес інілерім былайша жаңағыдай жап-жас болып өзімізге көрінеді, бірақ олардың жасы есімнен шығып кетеді ғой. Қаншадасың деген кезде наншасын жылғы деп 28-27 кеп қапсың ғой, 26 деген кезде олардың сол тура мен үйленгендегідей жағдайға кеп қалғанын байқап, былайша айтқанда аса кеш емес деп өзім пікірдемін. Себебі оларда былай осы уақытқа дейін оқуын бітірді, жұмыс істеп, қарбаласпен қалай 26-27-ге кеп қалғанын байқамай қалды да. Қазір енді әлемдік үрдіс дейді ғой, енді кеш үйлену дегенге кетіп бара жатыр, жайлап болсын, оның бәрін байқап отырмыз. Былай жаңалықтардан хабардар болып оқып отырсаң, кәдімгідей кеш үйлену уже таңғалатын жағдай емес. Бұрындары мақұл 24-25 десе ой деп жаңа әңгіме болатын. Қазір 26-27-нің өзі кеш емес, бірақ бұйырған уақытында да. Әкеміз енді ерте үйленгенде өзім құттаймын, бірақ осы тұста айтайын. Ол енді жағдайға байланысты, бірақ бәрін сәтін салып тұрса, ерте үйленген дұрыс. Себебі әкем 21-де үйленіп, 22-сіне мен дүниеге келгем, тұңғыш үйдегі тұңғыш болып. Сол мысалы содан өзім білемін да, өзім әкемнен тағы да басқа жігіттерді қасымда ерте үйленген кәдімгідей балалар өсіп қалғанын. Себебі сіз үйленген соң қашан сізге Алла сәби сыйлайтынын да білмейсіз ғой. Мысалы бірден ба болмаса уақыт өтіп кетеді ме, сол үшін мүмкіндік болса ерте үйленген дұрыс. Бірақ бұған саналы түрде қарау керек. Отбасылы болған соң екеудің біреуі кемінде байсалды, өмірге дайын, ақылды болуы керек та, жігіттің болмаса қыздың. Енді біздің мұсылман халқында енді жігіт бірінші орында ғой енді. Сол үшін ол жігіт енді ерте үйлен деп 22-де 23-те әлі жас болып жүрсе, ол қиындау болады. Себебі дайын болу керек ол жігіт. Енді мүмкін кейбір отбасыларда қыз ақылды болып біраз жерге дейін жаңағыдай сүйрейтін шығар. Себебі біз әр мықты еркектің артында ақылды әйел тұр деп айтамыз. Ол рас, әйел үйде ер азаматқа қолдау білдірсе, сіздің тылыңыз мықты болса, сіз былайша қоғамдық өмірде сізде мықты боласыз. Сол сияқты жас үйленген жігіттің де әйелі мықты болатын шығар. Қысқаша айтқанда екеуінің біреуі кемінде өмірге дайын, байсалды, ақылды болу керек. Себебі отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырайды деп айтамыз әдеби тілде. Былайша өмірдегі ұсақ-түйек қиындықтар болғанда кемінде біреуі дайын болып, ол енді көріп жүрген жағдай болған соң соны айтып жатырмын. Сол үшін ерте үйленген дұрыс, бірақ дайын болу керек.
Жаңа сіз айтып жатсыз 28 жаста бұл соңғы вагонға үлгерген жігіттер деп. Осы аналогиямен қарайтын болсақ, мен уже поезды жіберіп, артынан таксимен қуып барған жігіт болып тұрмын да, мен 31-де үйлендім. Бұны енді сіздердің огородтарыңызға тас лақтырыппын енді. Жоқ, ол жағынан менде ешқандай әңгіме жоқ, бәрі дұрыс. Енді бұл жерде Илдар, қазір сөзіңізді бөлейін, ол жаңағыдай кеш, мына ерте асығып бір нәрсені бүлдіргеннен гөрі осылай асықпай кешірек болса да үйленген, ол да дұрыс, әр нәрсенің қайыры да. Жаңағыдай ғой, мысалы 23-те 24-те ағаларының болмаса әке анасының айтуымен ойбай үйлен бір үйдің жалғыз ұлы болуы мүмкін, әкесі де кеш үйленіп жалғыз ұл сүйген, сондай қысымдармен ерте дайын болмай үйленіп кетсе, ол өте қиын да, ол отбасын сүйемелдеу керек та. Ал сүйемелдеу мына заманда бір жас отбасыға ата-анасының араласуы деген сөз. Бұл жерде енді қиындау, щепетильный мәселе да. Сол үшін былайша айтқанда бұл уже келесі тақырып, бұл кәдімгі мен байқап жүрмін, үйленетін қыз табу, тұрмысқа шығатын жігіт табу. Себебі екі тарапты тыңдасаң, жастар кеп қалған қыздарды, жігіттер тыңдасаң, кәні жоқ қой жөн түзу жігіт дейді. Аналар айтады, жөн түзу қыздар жоқ. Бір-бірін таппай жүрді, мысалы. Олар жаңағыдай ұнамайтын қызға, жігітке кездесіп қалып, көңілі қалып, сөйтіп тұйық болып жүргенде, оған сай келетін қыз баласы басқа жерде 25-ке толып, 25-тен асып жұмыс істеп жүр, мысалы, жұмысқа барады, келеді, жұмысы өте ауыр, ата-анасы қатал, ешқайда шыға алмайды да. Жігіттер де сондай жұмыс істеп жүреді, көргені жаңағыдай бір жеңіл жүрісті болмаса ұнамайтын бір қызды көріп қалса, болды, қыздардың бәрі осындай деп тұйықталып, сондай. Себебі жұмысқа бір кіріп кетсе, адам өте қиын. Және ол қыз табу деген мәселе, бұрын біз ойлайтын едік, біздің кезімізде сол 80 жылда 90 аяғын жағында біз ағаларымыздан естіген кафе, ол кезде кәдімгідей кеңес үкіметі кезіндегі кафелер еді, анда үлкен кафе, ресторан сияқты, кіресің, кәдімгідей біраз ақша шығындалып қайтасың, стандартный жағдай еді. Қазір біз сол өтпелі кезеңде өттік, біз үйленіп сол жылдары кейін үйленгеннен кейін қазір шағын шайхана, дәмхана, өте бір отыра салатын сквер өте көп мүмкіндік, былайша айтқанда жастарға ше. Бір Алматының, тем более Алматыда өте әр кәдімгі 500 метр сайын бір уголок бар да, уютный. Шымкентте сияқты емес, Алматыға барғанда өте қатты қызығам, әр жердің өзі сквер, көшенің бойы. Шымкентте де сондай отыратын жері мүмкіндік көп қазір да. Ал біздің кезімізде сол үлкен стандартный кафе, орындықтары бар, кіресің, кәдімгідей заказ бересің. Басқа баратын кинотеатр мысалы да, андай шайтан колесо дейді, чертово колесо деген, ондай Шымкентте үлкен, біреу тұрды, бір істеп, бір істемей. Қазір деген не, баратын парк, көңіл көтеретін жер өте көп. Енді осы тұста ақыры ашық әңгіме болған соң, сол айналай келе сондай мәселе ұшы шығады. Мен ол 27-ге келіп үйленсем де, сол бірінші қызым, сол бірінші әйелім, былайша айтқанда. Сол бір қызбен жүріп, сол қызбен. Бірінші жүрген қызбен сол қызды алдыңыз да? Бірінші енді достарым арасында қатты әзілдесіп не қыламыз, енді бірінші рет сүйіскенде, барлығын көргенде сол қыз енді 27-ге келіп, сен қалай жігіт болып 27-ге дейін келіп жүргенсің дейді да. Мен сол кезде қалай ол деймін да, кез келгенмен барып сүйісіп былай жүре, жоқ, сен былайша қыз жігіт болып жүрмегесің ба дейді. Жоқ, ол мен табиғатыма жат, мен себебі өте жаңағыдай сезімтал адам болғандықтан, эмоциональный, мен өзіме ұнатпаған адаммен үйтіп бір отырыстарда бүйтіп жасырып не керек, қыздар жігіттер болып енді былай жаңағыдай құшақтасып, сүйісіп, бүйтіп ары қарай бір-бірін ұмытып сөйтіп кетеді ғой, ондай нәрсе болмағанда, кәдімгідей осознанно барлығы өзінің орнымен кітаптағыдай деген. Не, дұрыс қой, бұл жерде бір қызығы, менің өзім үйленген соң байқағаным, мен кәдімгідей 30-дан асып бірталай зат болып саналады ғой, бірталай жас болып саналады ғой. Менің байқағаным, бізде барлық жерде жалпы мәдениетте, кинода болсын, клип болсын, да, бүкіл қазіргі современный осындай біздің медиалардың ішінде барынша өзіңді сақтама, сен барда жүр, биле, жаңағы үйленгенге дейін өмірді көріп ал, жалпағынан бас, опыт жинап ал деген сияқты бір сондай үгіттер көп екен. И ол менің білуімше, ол опытта ұнамайды саған, оказывается, ол керек емес екен жалпы. Мен қазір өзім інілеріме айтатыным,
прям ондай опытты артынан қуу керек емес екен. Шын керек заттың бәрін, көретіннің бәрін сен үйленгеннен кейін көресің де, үйренесің де, бәрі орнымен өзі келеді екен ол ше. Иә, өте дұрыс. Ал анандай жаңағындай бүйтіп үйленгенге дейін мен деген көріп алуым керек көп затты, көп қыз, там көп ішуім керек, шегу. Оның бәрі шынын айту керек өте бір лишний зат екен. Осыны мен үйленгенге дейін жалпы мен бір жаңағы 20 жаста болған кезімде біреу келіп маған осыны айтып, бір мен авторитет деп санайтын бір адам өстіп айтса, маған прям пайдасы өте көп болар еді, шынын айту керек. Вот именно ағалар сәл үзіліс болып қалды да, сондай бізде де мысалы папам інілері үлкен және бір жұмыста істеп, сондай бір қазір інілерімізге айтуға тырысамыз, өте дұрыс Елдар. Себебі бұл шепетен нәрсе, олар жап-жас 18-19 болсын, жаңағыдай өзімен көкірегінде несі күші ұрып тұрған жігіттер, бірақ бір барып сұрауға ыңғайсызданады. Бұл өте шепетен. Соны үлкен ағасы, әкесі болсын, туысқаны, сол жігіт, сол үлкен азамат ебін тауып, әзіл шыны аралас болсын, былай болсын айтып үлгеру керек. Себебі ол жастар сондай, біз өзімізде сондай қажет айтылса артық болмас еді жас кезде, мысалы нәрселер. Осыны ақыл кең, кәдімгі еркек мужской разговор ағасының інісіне былай кем-кетікті айтуы. Қатты қолай берме, мысалы жаңағыдай достарынан естіп, үйленгенше жүріп қалу керек, анау-мынау деген, оның бәрі өзінің орнымен болып жатса, болып жатады. Ешкім жүрме деп жатқан жоқ ол. Может, жаңағыдай бір университетте жүрген кезде бір қызды ұнатып екеуі жүріп, кейін болмай қалатын шығар, ол қыз басқа біреу алып қашып кетеді, болмаса басқа бір тағдырдың жазуы болатын шығар. Ода тұрған ештеңе жоқ, бірақ қатты шамадан тыс әдейі осы жолға түсіп кетпеу керек та, барлығы өзінің нормасымен болу керек та. Соны айтатын ағалар болу керек інілерге. Иә. Жеңгелер қайын сіңлісіне айтады деп жатамыз, сол сияқты ағалар да інілеріне айту керек та. Жаңа сіз алып қашу туралы айттыңыз. Мен естуімше бізде оңтүстік Қазақстанда қызды алып қашу үрдісі жақсы дамыған деп. То, что алып қашады, танымайтын қызды алып қашады кейде, қыз кейде күйеуін көрмейді деп. Мен даже Твиттерден бір-екі видеоны көрдім. Терезеден түсіріп тұр мамасы, қызды дворда алып қашып жатыр, жаңағы джиппен кеп жігіттер. Сондай заттар кездеседі дейді. Осы туралы не айтасыз? Алып қашу туралы жалпы. Иә, біз енді үлкен бір мәселені қозғап отырсыз. Стереотип дейді, шаблон дейді, оның бәрі негізі бар, шаблон негізі бар, стереотип. Жаңағыдай біз жақта сол алып қашу жаңағыдай көбірек болғаны рас. Қазір енді соңғы 5 жыл, енді ауқымдырақ алсақ, 5 жылда меніңше азайып кетті деп ойлаймын. Себебі қазір әлеуметтік желі дамып кетті. Адамдардың барлығы, былайша айтқанда, өз құқығын қорғау деңгейі адамдардың өте жоғарылап кетті да. Қарапайым тілде айтқанда барып арыз жаза салуы мүмкін да. Егер былайша айтсақ, ресми түрде өзінің құқығын қорғау деп. Енді бұл өте бір сондай иненің ұшындай, былай миллиметр ауытқысаң мына бетке ұшып кетесің, миллиметр ауытқысаң мына бетке өтіп кететін мәселе да. Енді оның екі жағында сәл тоқталып өтейін. Мысалы, енді жағымсыз жағы, әрине ол енді өзімізде бала-шаға өсіріп отыр, қарындастарымыз бар. Мысалы өте қиын, себебі жаңағы айтып өткеніңіздей мүлде көрмеген, бұрын араласпаған болса, бұл енді өте дұрыс емес әрекетке жатады. Себебі жарайды, сен ол қызды ұнаттың, бірақ осы уақытқа дейін жаңағыдай араласып көруге не кедергі? Ал сен ол араласып көрмей тұрып, жігіт жақта айтып жатырмын да, жігіт жақта, егер сен араласып көрмей тұрып ол қызды бір көргеннен алып қашуға мақұл, ол қыз жақты ойламаса, алдымен өзін ойламай ма ол жігіт? Может, бұл қыз жігітке сай келмейтін шығар. Бұл өте қиын мәселе де, күрделі. Қиын дегенде енді күрделі деген тура келетін сияқты. Енді екінші жағын айтатын болсақ, біздің ата-анамыздың барлығы сөйтіп үйленген, былайша айтқанда 2000 жылдардағы біз есейіп, енді ер жетіп келе жатқан заманда қазіргі жастармен сол 80 жылдардың соңғы жағын көріп үлгердік қой. Енді біз сол кезде де өзім қатарларым жасыратын не керек, сөйтіп үйленді да. Мен өзім жаңағыдай қызбен жүріп 3-4 ай жүріп, содан кейін құда түсіп үйлендік. Енді осы жерде құда түсіп, болмаса жүріп үйлену дегенде, бұл жерде тағы да осы алып қашудың екінші жағының
А Б тармағы деген шығады да. А тармағы жаңағыдай алып қаша сал, ал Б тармағы келісіммен алып кету ырымын жасау. Қызбен жүріп жүр, ұнатты, екеуі ұнатты бір-бірін. Енді бұны ашық айту керек, ондай да бар нұсқалар. Себебі екі жақ бір-бірін ұнатты. Қыздың анасының көбінесе әкесіне білдірмей, туысқандарына білдірмей, себебі қай әулет оны жақтырады. Әулеттегі бір жаңағыдай қыздың мамасы бір әулеттің мүшесі, үлкен, сол келіп айтып тұрса, қой мен қызымды қолдан қашыруға келісім бердім деп айтып тұрса, бұл барлығы ешкім қолдамайды, қалай сонда ол деп. Сол сияқты қыздың анасы ғана білуі мүмкін көбінесе. Қыз екеуі сырласып алып қашқан сияқты болады. Кейін әкесі мына жақтан естіп, бұл қалай деп жаңағыда ашуланып, хабаршы жіберіп, қуғыншы жіберіп, одан кейін хабаршы келген соң қуғыншы барып сөйтіп, бірақ қыз бен жігіт ең бұл жерде түп қазығы, қыз бен жігіт бір-бірін ұнатқан, ары қарай семья бақытты болып кетеді. Содан кейін біздің өміріміздегі көп жайт сияқты бір қиындықты кейін біз еске алып күліп жатамыз ғой. Студент кездегі госэкзамға ұйықтамай дайындалғанымыз, болмаса ақша болмай жолдастар бір жерде отырғанымыз, мысалы бір топырлап бір үйде қонған, оның бәрі сол кезде қиын жағдай еді. Кейінірек арада 5-10 жыл өткенде біз оны өте қатты сағынышпен еске алып күліп отырамыз. Сол сияқты екі жас бір-бірін жақсы көріп алып қашқан ырымын жасаса, қуғыншылар барып жаңағыдай біраз келіспеушілік айқай-шу болса, оның барлығы кейін құдалар арқа-жарқа болып күліп еске алып жатады да, мысалы. Енді оның жаны өте күрделі жағы, қызды көре сала алып қашу, ол енді жігіттің былайша айтқанда енді мәдениетсіздігі. Себебі ол деген қазіргі тілмен жаңағыдай құқықтық дамып кеткен тілмен айтсақ, адам ұрлау ғой, енді бас бостандығын заңсыз шектеу деп жатамыз. Оның бәрі тектен-тек шығып жатқан жоқ, оның бәрін ешкім ойлап тапқан жоқ. Заңда бар кәдімгідей зайырлы мемлекеттің көрінісі бұл. Енді мен бұл жерде егер маған тіке сұрақ қойылса, сіз жақтайсыз ба, жақтамайсыз ба десе, мен өзіме бұл сұрақты қойып та қойғам. Осындай мәселелер туралы жаңалықтарды оқығанда, ой қозғағанда, бұл бір сөзбен қысқа жауап беру өте қиын мен үшін. Себебі осы уақытқа дейінгі алып қашу ырымын жасап, болмаса ары қарай кәдімгідей бір-екі көрген соң ұнатып, қыз мен әке-шешеме айтайын деп тұрған кезде жоқ деп жігіт алып қашып кетіп, кейін бақытты болып кеткен жағдайлар өте көп та, оны ешкім жасыра алмайды. Оны бірақ комментарийларда бір-бірімен атысып жатады адамдар. Біздің әке-шешеміз ғасырлар бойы сөйтіп үйленді деп, біреу болса, бұл жабайылық деп. Екеуі де ойын бір-біріне ашып жеткізе алмай отыр деп ойлаймын да, сондай комментарийлар оқығанда. Себебі екеуінің де айтып отқаны рас, бірақ енді соның олай екен деп бір жақта кетуге болмайды. Біздің ата-бабамыз, әке-шешеміз сөйтіп үйленді екен деп алға деп аттандап жүре беруге де болмайды. Енді қысқаша айтқанда, осы уақытқа дейінгі жағдайлардың бәрін кешіріп, бұдан кейін оған жол бермеу керек қой. Себебі ешқандай қазіргі заманда қыз бен жігіттің бір-бірін көріп, танып, араласуына кедергі жоқ. Бұрын мақұл, енді алыс қалада тұратын ауылдан қалаға келу, болмаса екі қаланың арасында қатынау өте қиын, сондай болса, қазір деген интернет дамып кеткен, бір-бірімен қазір біздің кезімізде жоқ, тікелей эфирлер шығып жатыр, бір-біріне Инстаграм қоса салады, WhatsApp звонок қоса салады, бір-бірін көр, аралас, барлық мүмкіндік өте көп. Сөзбен жазысып, телефонмен сөйлесіп жүріп-ақ бір-бірін тануға болады да. Сол үшін қазіргі заманда, мынандай заманда бір көре сала немесе көрмей тұрып алып қашу деген ол енді дұрыс емес. Себебі өзінің де қарындасы бар, өзінің де әпкесі бар, өзін де сол әулеттің орнына қойып көру керек. Енді осы уақытқа дейін алып қашып үйленгендер деген, енді ол орысша айтқанда хорошо то, что хорошо заканчивается дейді ғой. Ақыры бақытты болды, бір-бірін күліп еске алып жатыр сол оқиғаларды. Ендеше ол мәселені қозғамай жауып қою керек та. Бірақ ол деген сөз, менің ағам, әкем, менің ата-бабам осылай үйленді ғой, міне 10 бала туып бақытты болып отыр деп оны бетке алып, мысал қылып жалаулата бермеу керек ол мәселені. Себебі бұл 1000 адам үйленсе, 1000 адамның жағдайы 1000 түрлі да. Сол үшін ол ертең ол отбасы қалай болып кетеді, ол ешкім жауап бере алмайды. Сондай кезде өте қиын болады. Алып қашқан отбасы жараспай жатса, міне сол кезде мәселенің шатағы сол. Меніңше бұл алып қашу мәселесіндегі ең бірінші маңызды сұрақ шешіп алатын, бұл қыздың ойы. Келісе ме, келіспей ме? Болды. Міне соған кеп тіреліп тұр ғой. Басқа бұл жерде сұрақ жоқ сияқты. Егер қыз келіспесе, оның ата-анасы келісе ме, ол ешқандай әңгіме айтылмайды. Тек қыз өзі келісіп тұр ма, жоқ па? Мысалы, менің әке-шешем сөйтіп қосылған. Менің де әке-шешем. Мамам келіскен,
папама ол ой ұнаған, мамам да алып қашқан. Енді ешқандай қыз оған ешкімнің ешқандай сұрағы жоқ. ешқандай қыз мені алып қаша сал демейді, ол 99,99% үйтпейді. Бірақ главный жаңағыдай оны бұл жерде жігіттің жаңағыдай бағана айтып өткендей өмір сүруге, үйленуге дайындығы, ақылдылығы деген ол қыздың әр сөзінен байқап, енді ол қыз ешқандай қыз алып қаша сал демейді. Болмаса сәл ыңғай танытып сөзінің арасынан суыртпақтап байқау керек та. Ол енді жігітті жақсы көріп тұрса, ол үзілді кесілді қарсы болып кетіп қалмайды. Егер үзілді кесілді қарсы болса, ол осы әңгімені естігеннен кейін телефон сөндіріп, кездесуге келмей, мысалы мүлде байланысын қояды. Ол көрініп тұрады өзі мүлде қарсы қыз. Ал егер сәл қалай болады екен, бұл болмайды ғой, ыңғайсыз, ата-анамды ұзатып шығарып салғысы келіп еді деген сияқты мәселелер айтылып жатса, ары қарай значит талқылауға болады. Қыз жігітті жақсы көрсе, жолы табылады ғой. Сондай алып қашудың ырымын жасайтын сәттер болады, өзі сондай болады. Бірақ енді ол өзің айтпақшы, сол қыздың жігітті жақсы көруі, екі жақтың бір-бірін тіл табысуы ғой. Менің білуімше, алып қашу деген жалпы алып қашпағанда жөн дейді. Бірақ кейде алып қашу орынды дейді. Ол мысалы кездесіп жатады, жаңағы қаражат жағдайы болмай жатады. Не қыз жақта, не ол жақта. Сол кезде екі жақ келіседі, немесе қыз бен жігіт келіседі да алып қашып кете береді. Негізі қазір ондай тағы да бір жағдайлар болуы мүмкін. Негізі жалпы менің айтқым келіп тұрғаны, алып қашудың өзінің бір орынды деген жерлері бар, тек қана егер қыз келісім берсе. Түпкі мәселесі қыз бен жігіт тіл табысып, қыз жігітпен мысалы қалай болса да тұрмысқа шығасың ғой маған деп деп тұрса, содан кейін жаңағыдай қаржы жағына да келіп тіреледі. Бірақ енді бұл жерде елдар, мен өзім естігенім бар. Ешкім есептеп көрген жоқ шығар, может для интерес есептеп көруге болады. Бір туысқандар арасында әңгіме болғанда естідім. Алып қашсаң, жігіттерде сондай да қызық әңгіме болған, алып қашсаң, сен андай құда түсіп келгеннен көбірек шығындаласың деп айтып жатады. Жігіт жақ, мен бұл қызды айтып жатқан жоқпын, жігіт. Ол қалай деген кезде, мынандай сол күні бір күтесің, киім келсе. Енді жеңгелер неше түрлі әңгімелер айтады ғой, енді жеңгелердің бұл өзінің сүйікті шаруасы ғой, осындай есептеу, дастарханның барлығын. Сол үшін так что однозначно алып қашсаң, ақша жақтан үнемдейсің деген мәселе болмауы да мүмкін. Елдер оған таңғалмайық. Ондай да болуы мүмкін екен. Окей, мен ондай есептеулер жүргізбедім, жалпы сондай естігенім бар, то что. Мен де жүргізбедім, бірақ сөйтіп айтып жатыр былай, әңгіме барысында грубо былай, міне сен бүйтесің, мына жақта бүйтесің деп айтылғаннан, деп ойланып қаласың да, уже кәдімгідей. Сондай да тұстар бар екен. Ал енді қыз жақтан сәл ұтуы мүмкін, енді ұзатуға, жаңағыдай кішкентай тойға шығындалып деп, сондай болуы мүмкін. Енді бұл әр отбасы өз шешетін мәселе. Біз араласпаймыз. Жалпы сондай бізде жаңағы өмірге келіп жатқан сәби қыз, егер болашақта, білмедім, меніңше анасы қарсы болатын сияқты алып қашу деген әңгімеге, өйткені біз үйленетін кезде де бұндай тақырып көтерілді ғой. Мен негіз ойымда болған жоқ ондай алып қашу деген, бірақ білмеймін, ол кісі айтты, мен алып қашушы болмай депші. Маған ол бар қызық болып көрді, кейде қалжыңдайтын, қазір алып қашуға кетіп бара жатырмын сен депші. Талқан болып ашуланатын еді. Кәдімгідей жаңағыдай ашуланатын, білмеймін. Так что бізде болашақ қызымызды алып қашса, наверное, бізге все-таки ұнамайтын шығар, адами нормально. Ешқандай қызға ұнамайды ол, ешқандай қызға. Айтып тұрмын ғой, 99,9% ол қыздар жоқ деп сөйтіп айтады. Бірақ енді по ситуациям шешіледі мәселе. Да. Өте, мен енді қазір сезініп жатырмын, что бұл тема действительно өте сондай бір, меніңше түсінікті сұрақ еді да, бірақ қазір қарап көрсем өте сондай щепетильный қызық сұрақ екен. Окей. Басқа қыры ашылып кетті да, басқа қыры ашылып. Өте қызық жақтар ашылып жатыр маған, сондай прям. Елдар, себебі өйтіп басқа жағы ашылып жатқаны біз көріп отырық қой, ата-анамыздың, ағаларымыздың қайтып үйленген, осылай алып қашып. Сол үшін біз оны жылдар бойғы мәселені жоққа шығара алмаймыз ғой. Бірақ солай екен деп, сол мысалдарды алға салып алып, аттандай беруге, жабайылыққа салынуға болмайды. Жалпы қазіргі таңда бір үйленейін деп жүрген жігіттерге қандай кеңес берер едіңіз? Үйленейін деп жүрген жігіттерге айтарым, мен өзім
басымнан өткен кішкентай қателік сияқты бір сондай бір енді тәжірибе, ащы тәжірибе, жағдай жасап алып барып үйленемін деп ойладым, үй алып алып дедім. Енді университет бітіре сала жап жассың, 20-дағысың, жалындап тұрсың. Кейінірек 2-3 жылдан кейін ол үйді алу қиынырақ екенін түсіндім. Себебі қалада пәтерде тұрып жұмыс істеп жүрміз. Үйдің үлкенімін, артында соңымда іні қарындастарым бар. Әке-шешеміз ауылда, совет одағы кезінде жұмыс істеген, кейінірек жұмыссыз. Соларға қарайласу, сондай жағдай болды. Ол тек қана мысалы бір эгоистизм, өзім жағдайым өзім жасаймын деген мәселе мүлде даже қозғалған да жоқ. Сол үшін үй алу мәселесі шешілмеді. Одан кейін құрығанда хотя бы жер учаскесін алып, соны алып, одан кейін сол жерге бір шағын үй салып деген сондай да әңгіме болды. Мен айтып тұрмын ғой, тәжірибесіздіктен менің бар ойлағаным, қыздар жаңағыдай дөрекі айтқанда дүниеге қарайды, ал жұмсартып айтқанда баланың жағдайына қарайды деген ой, сондай түсінік болды менде. Сол нағыз 22-23 сондай жастарда. Ол әрине қателік, оны бірақ ол кезде сен білмейсің, өзің кәдімгідей өзің принципімен жүре бересің. Себебі саған оны ашып айтатын ортаң жоқ. Мысалы үлкен туыстарыңнан болсын, олар әркім өз мәселесімен, отбасымен айналысып жүр. Болмаса сен достарың арасында, жас ересек әріптестерің арасында ондай айтатын адам жоқ. Себебі бұл олардың да кінәсі емес. Бұл өте сондай жабық демейміз енді, бірақ сондай интимный сияқты тақырыпта. Бұл енді ең сенімді адамдардың арасында ғана айтылатын, және ең бастысы осы кеңесті, өмірлік тәжірибені айтатын үлкендердің несі болу керек та, бастамасы болу керек. Себебі мен ойлаймын, ешқандай жас 20-дан асқан жалындап тұрған жігіт барып маған мынандай кеңес айтшы деп сұрай қою сирек та үлкен жігіттерден. Себебі ол да көкірек ұрып тұрған намысы бар, бәрін өзім білем дейді, және ол ешқандай жағдай біреуден үйлену, өмір сүру жайлы кеңес сұрай қоятындай оған жағдай туып тұрған да жоқ. Себебі ол жап-жас, өмірі енді басталып келе жатыр. Ол кімнен барып кеңес сұрайды? Ол ешқандай ауыр жағдайға душар болған жоқ қой, жас жігіт, Құдай сақтасын, барып маған мынандай кеңес айтшы дейтіндей. Сол үшін бұл мәселе әркім өзімен өзі болып қалады. Үйленген ағасы өз алдына, мына жақта жалындап тұрған жігіт өз алдына жүре береді. Барлығы тамаша сияқты. Бірақ сондай орта қалыптасса, сондай тәжірибелер айтылса, көп жасқа көмектесер еді. Себебі сол жаңағыдай қыздар дүниеге қарайды деген өзім құрдастарымның арасынан естіп алып, соған жаттап алып жүргенбіз. Сөйтіп мен жағдай жасап үйленейін дедім. Содан кейін 25-ке де 24-ке кеп қалдық. Одан кейін барып болды, онда былайша осы қалпымен үйлене берейін деп шешім қабылдап, енді қыз іздейік деген кезде мен нағыз ол кезде жұмысым өте қызып жатқан кезең еді. Жаңағыдай видео монтажер болып істейтін, ол енді осы саланың адамдары біледі, өте бір сондай күрделі жұмыстың бірі. Не нормированный жұмыс күні болуы мүмкін, сен жұмысыңа байланысты ғой, жұмыстың көлемі қаншалықты. Азаннан кіріп қараңғы кешке бірақ шығуы мүмкін жұмыстан, сенбі күндері жұмыс істеуі мүмкін тапсырмаға байланысты. Сондай сәттер болып қалды. Өте қоғамға шығып араласып, жаңағыдай бос уақытта серуендеу деген аз болды сол бір жылдары. Сөйтіп арасында уақыт тауып реті келіп, бір қыздармен танысып, соларды әртүрлі жолдармен таныстық. Енді Mail.ru агент дамып келе жатқан, сол бойынша таныстық. Былай көшеден былай көріп таныстық. 2-3 қызбен сол бүйтіп байланыс жасап, кафеге шақырып, сол сәті түспеді. Бір кафеге шақырған соң өзі белгілі болады екен. Осы жерде тағы да бір айтатын мәселе, мен уже біраз інілеріме де ойыншыны аралас айтып та үлгердім. Олар барлығы мен інілерім, былайша айтқанда әңгімесі аз емес, әңгімесі жеткілікті адам ретінде таниды мені. Әңгімесі айтары көп адам ретінде. Сол үшін жақтырса да жақтырмаса да мен айтып саламын оларға. Енді оларға зиян емес деп ойлаймын. Мен кеңестеріммен кейде мүмкін олар тыңдаудың реті келмей тұрса да болуы мүмкін, бірақ өйтіп қай кезде сен тыңдайсың, қай кезде тыңдамайсың деп отыратын мен жоқ. Кәдімгі реті келгенде айтып салам. Бірінші сондай, енді башқан нағыз жігіттің жігітке айтатын кеңестің бірі сол. Бірінші сен қызбен танысқаннан кейін барып
бір жерге апарасың ғой, енді кафе, бір паркке болмаса бір жерге отырып, енді ол енді жазылмаған заң ғой, бір жерге апарып отырғызып дастархан жайып отыру деген. Содан кейін өзі белгілі болады екен. Егер қыз сені жақтырмаса, келесіде сен оған хабарласқанда ол әртүрлі сылтаумен сенен қашады. Бізді тыңдап отырған жігіттер болса, осыған назар аударыңдар. Егер бастарынан өткен болса, өздерің қазір күлесіңдер. Себебі екінші хабарласқанда бүйтіп айтады: мен ағам құдай беріп жатыр еді, полный сол жақта боламын мен 2 күнде. Жарайды, 2 күн өтеді, 3-ші күн өтеді, 4-ші күн хабарласатын, босаған шығарсың деп. Мамам сәл ауырып тұр дейді, жарайды, 3-ші хабарласасың, тағы да бір сылтау табылады, 4-шіде сөйтіп сондай болады. Ол кезде оны сен білмейсің, кәдімгідей атака жасай бересің, қашан шығамыз, қашан шығасың деп. Ол қашқақтай береді. Осындай анық мысал болды. Сондықтан мен сені ұнатқан қыз баласы болса, ол әрине бір кездескеннен кейін екіншісінде ода да жағдай болып қалуы мүмкін, действительно соған тура келіп шыға алмай қалуы мүмкін, бірақ сол шыға алмай қалғанның орнын толтырайын деп сені жақсы көрсе, ол сені ұнатса, ол қыз сенде көңілі болса, келесіде ол уақыт тауып шығуға тырысады. Себебі шыға алмай қалған қателігін былайша айтқанда жоюға тырысады, жол тауып. Кәдімгідей бұл жерде мынандай бір күшті зат бар. Қыз егер бірінші жол шыға алмаса, бүйтіп жауап береді кейде, иә. Мен осы сенбі шыға алмаймын, бірақ ендігі бейсенбіде мен боспын. Міне депші. Міне жолын табады. Осындай уақытта. Жолын табады ғой. Бір-біріміз түсініп тұрмыз. Ол былайша біреуі солай айтады, біреуі келесіде хабарласқан кезде, так, бүгін дейсің ба, жарайды, мен шығамын деп. Қысқасы жолын табады. Сені ұнатып тұрса, біреулер ключевой слово. Ал егер былайша айтқанда сені дос ретінде қабылдайтын, ары қарай дос ретінде араласатын қыздар болса, кейінірек кәдімгідей свидание, кездесуге келуден бас тартады әртүрлі сылтаумен. Осыған назар аудару керек. Френдзонаға қош келдің, достым. Осындай жазылмаған нәрселер бар. Осыны мен кәдімгі бұл жаңағыдай дүниеге қызық, дүние жаңағыдай үй аламын деп, машина аламын деп жүріп қалма деген нәрсені оны ұзағырақ айту керек болса, бұл мысалымды мен қысқа нұсқа қылып бүйтіп айта саламын. Бір нәрсе, осындай екі інішектің туысқан болсын, көшеде тұратын бірге әріптес, әйтеуір бір әңгімесін өтіп барады, құлағым шалып қалса, осындай шыға алмай жатыр екен бір нәрсе десе, мен айналып келемін да, сен жүрейін деп жүрген қызың шыға алмай жатыр ма? Иә, неғылды көз бақырайып кетеді. Мен айтам, так, біріншіде бар шықтыңдар, иә, екіншіде шықпай тұр ма? Иә, шықпай. Үшіншіде ше, қазір что-то шықпайтын сияқты. Байқа, ол бас тарта берсе, значит, осындай байқа, онша неғылмауы мүмкін, қатты қинай берме, өзіңде мәселен жан-жағын байқа деп айтамыз да. Себебі, енді оның көңілі қалмасын деп айтасың ғой. Себебі деп жаңағыдай тоқ етерін айтасың да, саған жаңағыдай сені ұнатып көңілі ауып тұрса, шығуға тырысады деп айтып кетесің, көз бақырайып қалады, сен ары қарай жүгіріп кетіп қаласың да. Енді ашық шындықты айтып тастайсың да. Одан енді білмеймін, көңілі түспейтін шығар, зато біліп жүреді да. Әр нәрсе өзінің сәтімен, сол егер ұнатып тұрса, өз сәті келеді. Сіз мысалы 2-3 қызға шығындалып, кәдімгідей соңынан жүгіріп жүріп ол қарамай кетсе, нағыз сізді сүйетін қыз келесіде қарапайым әшейін бір паркте қол ұстасып жүрген кезде сізбен сөз жарасуы мүмкін, ешқандай дастархан, кафеге шығындалмай-ақ. Көп нәрсені айтып тұрмын ғой, бағанағы айтып өткендей, көп нәрсені бізге дұрыс үйретпейді екен. Кинода, сериал болсын, YouTube болсын, бірталай жерде көп нәрселер артық, көп нәрселер орынсыз, жаңағыдай бір опыт жинаймын деген бәрі артық әңгіме. Өзің адам көргенде әңгіме бәрі жарасады, бәрі өз орнына түседі. Прямо өзің адамың тапқан кезде мағаны, иә, сен сезесің да, прям, что вот осы депші, сен ойларыңда, мақсаттарыңда бір жерден шығып тұрады. Иә, қышыған жерді қасып тұрсыз, тура сондай өзі сәті келе салады, сен ақшаң бар, жоқ, келе салады, сен уже ары қарай қалайша былай бірінші кездесуден қол ұстасып, шығарып салып бара жатқанда қол ұстасып, екінші кездесуде жақындап құшақтап отырып, мысалы, енді ары қарай кетпей қойық, сондай мәселе өзімен өзі кете береді. Уже сәтін салып тұрса, Құдай сәтін салып тұрса, ал сәті салмай тұрса, сен қымбат машинамен келіп, оны қымбат неге апарып, қайтадан шығарып салып, қайтадан келесіде онша жаңа кездесуге келе алмай, сондай болып жүрсе, ол шатақ.
бірақ осы жерде бір нәрсені айту керек, ол бір екі кездесуге келмеді деп ол қолын босаңсытып тастай салуға болмайды ғой. Добиваться ету керек. Бірақ енді оны айтып тұрмын ғой, әр ситуация индивидуально, ол жігіт өзі сезу керек. Ол қыз вроде сенімен телефонмен сөйлесуге қашпайды, бірақ сәл шыға алмай жатыр деген сөз, значит сен әлі оған өзіңді таныту керексің. Ондай да жағдай болады да. Екінші, үшінші кездесуге шықпады екен деп, ой, бұл болмайды екен деп тастап кетуге болмайды ғой. Просто ол қыз сен сынап отқан шығар, или сондай бір действительно себеп болып қалған шығар, қорқатын шығар, үйінде ағасы қатал, жалғыз қыз шығар, әкесі қатал, ешқандай шықпа деп айтып қойған. Сол үшін көбірек білгісі келетін шығар. Бірақ телефонмен сөйлесуге қарсы емес та. Телефонмен сөйлесіп жүр, значит әлде де болса бір-бірін тану керек деген сөз да. Енді екінші, үшінші кездесуге келмеді екен деп сразу жіпті үзуге де болмаса, енді көру керек тағы да. Телефонмен де сөйлеспей жаңағыдай қашқақтап жатса, онда енді дұрыс емес жағдай. Бұл негізі бар ғой, мен сізбен айтайын, өте бір терең, тұңғиық, өте бір маңызды тақырып қозғалып жатыр да. Ең соңын айтып келген кезде, бұл жалпы алып қашуды да осы әңгімені де алып келіп қорытындылайтын болсақ, бұл жерде қыздардың бойынан кәдімгі адам, кәдімгі тұлғаны көре білу керек. Соны кәдімгі бір автомат машина сияқты емес, мен қазір монета салсам, мына жағынан сок шығу керек деген автомат емес, именно адами қарым-қатынас құру керек. Сен басқа адамға ұнамайсың ба, болды, ұнамайсың. Все, сен оны білмеймін, планетаны 10 рет айналып өтсең де сен ұнамайсың оған. А егер сен ұнап тұрсаң, сен просто бүйтіп қарағанның өзі барлық сұрақты шешіп тұрады. Поэтому осындай әңгіме. Ал біз қорытындайын деп жатсыз ба не, елдар? Бұл тақырыпты біз енді бастап жатқан сияқтымыз ғой, что-то. Бұл тақырып өте керемет болып жатыр да, меніңше. Просто бұл бірінші эпизодқа бізде қазіргі кезде жеткілікті ақпарат. Егер сіз бұл подкастты тыңдап отырсаңыз, бір аптадан кейін ендігі эпизоды шығады. Осы тақырыптарды Нұрланмен бірге ары қарай жалғастыратын боламыз. Осымен Саналы әке подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Подкасттың ендігі эпизоды келесі бейсенбіде жарияланады. Оны жіберіп алмас үшін подкастқа жазылыңыздар. Осы подкаст туралы ой пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде Саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер тыңдап өткен Саналы әке подкасты, оның жүргізушісімен Илдар Құдайбергенов. Келесі эпизодта естіскенше аман, сау болыңыздар.